көш ұлы қоныс аудару кезінде, яғни ғұндардың Еуропаға қоныс аудару кезінде, олардың бір бөлігі Алтай тауының бөктерінде қалды. Бұл бірнеше түркітілдес ру тайпалардан құралған халық солтүстік Монғолиядан шығыс Еуропаға дейінгі аймақта қоныстанады. Оңтүстігінде олардың көшіп жүретін жерлері Әмударияның жоғарғы ағысына дейін жеткен. Олар осында Ашина руының басшылығымен өмір сүрді. Бірақ көп ұзамай олар қуатты мемлекет Жужань ханатының билігіне өтті. Және оларға темір өндіру арқылы салық төлеуге мәжбүр болды. Жетісу мен Шығыс Қазақстан Жужань мемлекетінің аймақтары болатын. Осы аймақта орналасқан түркі тайпалар 492 жылы Жужандарға қарсы шығып тәуелсіз мемлекет құрады. Дегенмен де 516 жылы Жужандар жаңа құрылған мемлекетті тағы да өздеріне бағындырады. 545 жылы Теле тайпасының Ашина руы Жужандарға қарсы күресті басқарады. 551 жылы батыр Бумын Қытайдағы батыс Вэй патшалығымен бірігіп Жужан мемлекетін талқандайды. Сөйтіп жеңіске жеткен Бумын өзін қаған атап, алғашқы түрік қағанатының негізін қалады. Сөйтіп, түрік қағандарының атасы қағанаттың негізін қалаушы Бумын қаған 553 жылы қайтыс болады. Бумын қайтыс болғаннан кейін таққа оның інісі Қара Еске қаған отырады. Қара Еске қағаннан кейін билік басына Мұқан қаған келеді. Осы Мұқан қаған билік құрған жылдары түрік қағанаты Орта Азияда саяси үстемдікке ие болады. Олар Манчжуриядағы қидандарды, Енисейдегі қырғыздарды бағындырады. Солтүстік Қытайды алым салық төлеп тұруға мәжбүр етеді. 563-567 жылдары Эфталит патшалығын басып алады. Міне осыдан кейін олардың жері Каспий теңізінен солтүстік Индияға дейін және шығыс Түркістанға дейін жетті. Қағанат халқы айналысқан негізгі шаруашылық түрі көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Негізгі баққан өсірген малдары қой және жылқы. Жылқының қымызын, қойдың ағын ішіп, түркілер қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп жүрген. Түркілердің әйелге деген құрметін есептемегенде, олардың отбасының 19 ғасырдағы қазақтардың отбасынан бәлендей өзгешелігі болмаған. Жазба деректер бойынша түркілер жерді, суды мұқият бөліп, оның шекараларын қатаң сақтап отырған. Бірақ бұл жекеменшік дегенді білдірмейді. Өйткені түркілерде жерді сатуға және жерді сатып алуға заң жүзінде тыйым салынған. Жаз жайлау, қыс қыстауды жайлайтын түркілердің басты панасы көшіп қонуға жеңіл киіз үй болған. Сонымен бірге түркілер киіз басу, кілем тоқу, жүн маталарын тоқу істерінде шебер болған. Әмеңгерлік салтта осы түркі ата-бабаларымыздан қалған. Түркілер ірі өзен бойларында қыстауларда жер өңдеу кәсібімен де айналысқан. Түркілер көк тәңіріне танылған. Бұл жайында олардың тасқа салынған суреттерінде көрсетілген. Және көршілес Қытайдың тарихында да олардың көк тәңіріне танылғандығы жайлы жазылған. Араб географы Әл-Мақдисиде түркілердің көктегі бір тәңір дегені сол арабтардың аспандағы жалғыз Аллах дегенді білдіреді деп жазған екен. Итальяндық саяхатшы Плано Карпини өзінің Моңғол деген кітабында түркілердің көктегі жалғыз тәңірге танылғандығы жайлы жазған. Ол
Түркілер жалғыз тәңірге табынды. Олар әлемді жаратушы және жарылқаушыды азаптаушы аспандағы бір құдай деп сенген дейді. Түркілердің басқа халықтардың айырмашылығы, олар құдайды жалғыз деп сенді. Құдай ол қайырымды, қатал, құтқарушы әрі жазалаушы. Ол бәрін көреді. Адамның тағдыры, ойлары мен іс-әрекеттері оған тәуелді. Құдай адамның еңсесін түсірмейді, қайта оны жігерлендіреді, іс-әрекетке бастайды деп сенді. Түркілердің негізгі басты үлкен тайпалары алғашында Алтай тауын мекендеген. Алтайдағы жер суаттары көне түркі халық аңыздарына енуі бұған дәлел болады. Ежелгі түркі мемлекеті бұл ғұндар империясы болып есептеледі. Орхон жазбалары бұған дәлел. Және Қытай халқы да түркілерді ғұндардың ұрпақтары деп есептеген. Түрк қағандығы тұсында түркі тілінің өрісі барынша кеңіп, ұлан-ғайыр өлкедегі негізгі тілге айналған. Түркілердің жазуы, яғни өз алдына бөлек алфавит болған. Сол көне жазбаларынан түркілердің дүниетанымдық көзқарастары, наным-сенімдер туралы көптеген мағлұматтар алуға болады. Түркілер аспан денелерінің қозғалысына қарап, ауа райын, жыл маусымдарының қандай болатынын күні бұрын анықтай алған. Және олар геометрия, математика ғылымдарынан біршама хабардар болған. Олар оны су жүйелерін салуға, күрделі ғимараттар, қарауыл төбелер тұрғызуға және тағы да басқа құрылыстар салуға пайдаланған. Олар металды және түрлі минералдарды еріту әдістерін, шөптердің емдік қасиеттерін жетік білген. Емдеудің де неше түрлі әдістерін жақсы меңгерген екен.